Ассалаумағалейкум, менің каналымның көрермендері. Мен бүгіннен бастап өз каналымда техно сыбыс деген жаңа айдар ашып отырмын. Бұл айдарда негізінен техника туралы, технология туралы, хай-тек әлемдегі жаңалықтар, сыбыстар, өзгерістер туралы айтпақшымын. Және соған қоса қызықты қандай жағдайлар бар, олар туралы да әңгімелеп сіздермен осыларды бөлісіп талқылап отыратын боламыз. Бірінші жаңалығымызды айтатын болсақ, бұл iPhone-ға қатысты жақында әңгіме айтылған болатын, сыбыс шыққан болатын. Жаңағыдай iPhone 12-нің рендері жарияланған. Бұл 6-да 7 дюймдік дисплеймен шыққан iPhone. Экраны 120 Гц жиілікпен жыпылықтайды екен. Сонымен қатар жаңадан A14 деген жаңа 5 нанометр жаңа чипсет салынған. Енді бұл бір деп қойыңыз, iPhone-ға қатысты екінші мәселе, мен мынандай бір жаңалықты көзім шалды. Егер дейді iPhone-ыңызды дейді 1970 жылғы 1 қаңтарға сағат 1-ге қоятын болсаңыз дейді, сіздің телефоныңыз істен шығып қалады екен. Смартфон іске жарамай қалады, оны кейін қайтадан қалпына келтіру мүмкін емес дейді. Менің енді бұл жерде бір түсінбейтін жағдайым бар. Неге ол жақсы смартфон, телефон болатын болса, неге оны істен шығарып тастау керек? Ол эксперимент қажет. Қанша деп ойлаймын. Мынандай кризистің жағдайында, осындай әлемде болған жағдайларға байланысты қайта бар нәрсемізді үнемдеп тұтпен қарасақ, сол дұрыс деген ойдамын. Бірақ жаңағындай эксперимент қайталамай-ақ қойыңыздар, оның қажеті жоқ деп ойлаймын. Келесі жағымызға көшетін болсақ, LG смартфондары жаңадан өздерінің дизайнына ие болады дейді. Дизайн өзгертеді екен. LG компаниясы 1-2 жылдың жүзі болып қалды ғой, мысалы флагман смартфондарын шығармай кеткен болатын. Неге десеңіз, Қытайда қаншама компаниялар бар, Xiaomi дейміз, Meizu дейміз, Oppo дейміз. Бұлардың бәрден керемет бір жаңа смартфондар шығарып жатыр, сондай бір үрдіске ілескісі келеді, талпынып жатыр, қалмай жатыр деген сияқты. Сол себептен де LG-дің кішкене біраз үні шықпай қалған болатын. Енді LG-де де кеше ғана 12 сәуірде өздері жариялапты, пресс-релиз жасап. Онда айтқан екен, жаңадан дизайнмен шығарамыз депті. Дизайнда жаңағыдай жаңбырдың тамшы сияқты болады екен. Сонымен қатар бұл жерде тағы олар смартфондардың атын Velvet деп өзгертеді екен. Енді шынында кезінде LG-дің смартфондары жаман болған жоқ. Олар жақсы мықты смартфондар шығарды. Енді одан былай да олар жақсы смартфондар шығарды деген ойдамыз. Тағы бір мәселе, жаңалық дейміз әлде басқадай қабылдайсыздар ма? Жасанды интеллектке байланысты. Жасанды интеллект қазір бәр салаға ақырындап кіргізіліп жатыр. Енді менің бір жасанды интеллект мәселесіне түсінбейтін, мына видеода көріп отырғандағыңыздай мынандай. Егер жасанды интеллект адамға бағынбай кететін болса, сонда ол не болады екен? Ол қауіпті түсінген шығарсыздар, иә? Егер жасанды интеллект өз бетімен ойлана алатын, өз бетімен әрекет ете алатын, сондай бір күшке ие болатын болса, ол адамзатқа жау болмай ма? Сол үшін де мен бұл жағын онша түсіне алмай жүрмін. Егер түсінетіндеріңіз болса, бұл саладан хабарларыңыз бар болатын болса, төменге пікірлеріңізді жазып, маған түсіндіріп айтып қойсаңыздар болады. Келесі жаңағындай талқыланатын мәселе дейміз бе, жаңалық дейміз бе, ол Zoom деген мессенджерге байланысты. Қазір мынау онлайн оқыту, қашықтан оқыту, тағы басқа жаңа оқушыларды оқыту мәселесі ғой. Өткенде Zoom туралы әңгіме шықты да, ойбай жаңағындай біздің мәліметтерді ұрлайды екен, ана жер қандай екен, мына жер мынандай екен дейді, деген әңгімелер шыққан болатын. Бұл Американ компаниясының жасаған өнім екен, бірақ Техноноут деген басылымның айтуынша, бұл Американың өнімі болса да, бұл Қытайда жасалып жатыр екен. Және
Қытайда сол жерде біраз деректер ұрланған екен, ондай жағдайлар орын алған екен, соған байланысты тіпті айғай-шу болған деген әңгіме шығып жатыр. Яғни бізде де болып жатқан әңгіме, қазақ айтады ғой, жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды деп, осы Қытайдағы болған жағдайлар себепші болса керек. Енді соңғы мынандай кішкене бір жағынан қызықтырақ деректер болып, Билл Гейтс туралы. Билл Гейтсті барлықтарыңыз білесіз, Microsoft компаниясының негізін салушы, әлемдегі ең бай адамдардың біреуі, жаңа 90-нан астам байлығы бар екен. Бұл кезінде жастық шағында Билл Гейтс мырза университетті оқымай тастап кеткен екен. Енді мынандай бүгін жақсы мақала оқыдым, онда айтады, сіздер Билл Гейтске еліктемеңіздер дейді. Ол елдің бәрі университетті тастап, жаңағы оқуын тастап кеткен дұрыс емес дейді. Егер Билл Гейтс оқуын тастап кетсе дейді, оның атасы дейді, Вашингтон штатының парламентінің мүшесі болған, және сол штаттың астанасы Сиэтл қаласының мэрі болған екен. Көрдіңіздер ме? Ол оқуды тастап кетсе де оның жағдайы жақсы деген сөз. Яғни өзінің сүйіктісімен жаңағы IT технологиямен айналысуға мүмкіндігі болған. Оған қоса оның әкесі ақш-тың ұлттық банкінің вице-президенті болған. Ал анасы болса бірнеше сол жердегі үлкен компаниялардың директорлық кеңесінің мүшесі болған екен. Бұл не деген сөз? Бұл жағдайыңыз болмайтын болса, егер Билл Гейтс сияқты бай жерден шықпасаңыз, сізге бәрібір де университетте оқып, білім алып, сол біліміңізді дәлелдеп, дипломыңызды алып, белгілі бір жаңағындай карьерадан өтуіңізге тура келеді. Яғни өзіңізді дәлелдеуіңізге тура келеді. Сондықтан бұл барлықтарыңыз ойларыңызда болсын деп айтқым келеді. Әсіресе жастарға менің айтарым, қазір енді коронавирустың жағдайында әлемде бәрібір экономикада кризис, дағдарыс болады. Соған байланысты өздеріңізді байқап жүрген шығарсыздар. Жұмыссыздық болуы мүмкін, жұмыс орындары қысқарады дегендей. Соған байланысты әркім өз-өзінің тағдырына, өз-өзінің жұмысына, өз-өзінің оқуына жауапкершілікпен қараса деп тілеймін. Бүгінгі айтарымыз осы. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.